өрттен компот жауды көрсететін боламын. Парақшам пайдалы, жоғалтпау үшін подписка бөліміне тіркеліп алсаңыздар болады. Өртті қайтара жуып алып, осылай ашып, тәшегін алып тастайтын боламыз. Банкілерімізді жуып аламыз. Крышкамызды алып, суға өсіп қайнатып аламыз. Банкімізді де шайнектің бетіне қойып қайнататын боламыз. 10-15 минут тұру керек. Крышка мен банкіміз. Осылай кастрюльге суымызды құйып қайнатамыз. Қайнап тұрғаннан кейін банкімізді, скрывать еткен банкімізді алып, қалауларыңызға қарап өрік салып, жартысына шейін салып, қайнап тұрған суымызды алып құятын боламыз. До конца құямыз, крышканың аузына дейін. Аузына шейін құямыз. Мына табір қайталайын. Қалауларыңызға қарап өрікті саламыз. Мен өлшеген жоқпын. Осылай салып, жартысына шейін саласыздар ма? Салып, қайнап тұрған суымызды құятын боламыз. Міне, қайнап тұрған құйдық. Осылай видеодағыдай құйып қараңыздар, 30 минут қойамыз банкте. Банкіде тұрады. 30 минуттен кейін болғаннан кейін суымызды сүзіп аламыз. Өрігімізді түбінде қалады. Осылай сүзіп аламыз суымызды, қайтадан құятын боламыз кастрюльімізге. Қалай, көрдіңіздер ме? Осылай құйып аламыз. Осылай банкімізді полный құйып болғаннан кейін бір пиала шекерге, тола бір пиала шекерге 2 кило деп есептедім. Ал 3 литр банкіге жапқыңыз келсе, 1,5 пиала қосасыз шекерді. Мен толып кетті. 2 бөлдім. Қараңыздар, полный осылай түбіне шейін суды құйып алдым кастрюльге. Кастрюльім шекер езілсін деп сәл араластырдым. Көбігін алып тастадым. Қараңыздар, толып кетті. Мен сойып 2 бөлдім. Шекер араласын деп әптен араластырып алдым. Бір 10-15 минут басында. Қайнады. Қайнағаннан кейін банкілерімізге қайтадан құятын боламыз. Әптен араластырып құятын боламыз. Абайлаңыздар, ыстықтай осылай құятын боламыз. Толтырып. Бетін жауып, открышканы бетіне қойып, сөйтіп до конца апарамыз. До конца апарған екен, қайта до конца апарамыз. Сонымен жабылды. Мен солай жабыламын. Қыздар, подписка бөліміне тіркеліп алыңыздар. Комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар да болады. Алдағы уақытта жақсы видеоларымды саламын. Қыздар, осылай қатарға тізіп, одеялға жауып қоямыз. Жылы күйінше суытатын боламыз. Мына өсіп жауып болғаннан кейін осылай алып 2 күнде тұрды. Менікі 2 күнге, 1 күнге қойсаңыздар болады. Ас болсын.